Жерде спортзал там целевые направления, даже то для строительства спортзала. Содан кейін уақыттар өтті, жұмысмен жүрдім, әрі бері жүріп, уақыт болмай соның құрылыспен айналысуға. Енді пенсия шыққаннан кейін осы мәселені тағы көтердім. Ол кезде де Медеу ауданының әкімі кім болды? Сұлтанбек Макижан. Оған да бардым, осы жерді көрсеттім. Міне постановление бар. Ол қазір неге үкіметке өтті. Сол жер, сондықтан сол жерді менің арманым сол жерде спортзал салу. Жылдар өтті, осы әлі күнге дейін ештеңе жасалмаған. Қазір заңда отырған Айдос Асқарович. Ол да мысалы 2 жыл болды, осы мәселені тағы көтердім. 2 жыл. Иә. Енді қазір олар айтып жатыр, қысқаша Айдос Асқарович үкімет Оразалин бар, олар айтты, давайте не крытый сияқты жасайық деп биыл. Площадка, холодный все это. Мен айттым, енді болмайды дедім да. Адам мысалы жату жасағаннан кейін керей балада болса, тем более су тиеді, анан душ керек, туалет керек дегендей сөйледі. Сол уақытта көшеде Аврора, бұрынғы Аврора, қазір Аврора кооператив Аврора қазір осы керек. Солар қыстырып бізге осы жерде спортзалдың орнына бізге детский площадка жасап қойды. Көрдіңдер ме? Солар қыстырылды. Содан кейін мен осы мәселені тағы көтердім. Адамдардан қолхатты бармен қолдарын жазып, осы жерге хатты қалдырған қалдырдық. Сол мәселемен тағы келіп отырмын. Қандай шешім қалалық акимат істейді? Алады өз қолынан осы мынау құрылыс тұрады. Бірақ та бүгін мені Медеу ауданының акиматы Айдос Асқарович шақырды. Таңертең. Олар айтып жатыр, аға дейді, біз сол жерде қазір ешқандай детский площадка жасамаймыз дейді. Сіздің жоспарыңызды, баяғы сол жоспарыңыз спортзал ғой, сол біз нақты одан проект жасайық деп жатыр. Олар енді маған айтқан, бізде халықтан тағы хат керекті оларға, бізге спортзал керекті. Біз сендерге жаздық, енді біз олар айтты, Медеу ауданы айтты, бізге де жаздық. Мен оларға жазған жоқпын. Бірақ олар баяғыда жазғанмыз бізге не керек деп. Жалпы, енді осындай қазір мәселемен кім нақты осы мәселені қолға алады? Медеу ауданы ма, әлде қалалық акимат алама? Солай болды. Бірақ та маған қазір сенім жоқ. Неге десеңіз, былай болды, жарай хотя бы крытый жасап қояйық биыл депсе. Қаланың крытый жасап, ангар жасап қояйық. Мен оған да келістім жарайды. Бірақ сол уақытта осы жерде спортзал керек емес деп, детский площадка керек деп, таза қыстырылды адамдар. Енді мына жақта адамдар айтады, спортзал керек деп. Мектеп бар, бірақ спортзал. Мектепте 500 адам мысалы. 500 адам оқиды. Бала оқиды. Сол 500 балада қайда барады? Жоқ бізде. Жоқ бізде. Қанша жыл болды. Ол мәселені 2008 жылдардың бастап бірдеңе жасайды. Бірақ менде сбор болды, ана жаққа жарып, анау жарыс, мынау жарысқа барып, ешқандай оны жасай алмады, қолға ала алмады. Енді қазір жағдай бар ғой енді. Жарайды, мына жер мысалы үкіметте өтті. Бірақ енді сендер сол жерде маған кезінде айтқан Айдос Асқарович, жер бар ма деді, салынады, бізге жер жоқ деді. Мен айтайын, менің жерім бар, сол жерге қойыңдаршы. Ол жерде жер бөлімі бар емес? 4 сотыққа. 4,5 жер. Где-то 4,5 сотық. Сол жерді салып қойыңдаршы, қандай болса да айту, 200 квадрат болса да, 2 уровень болса, 2 уровень. Асты подвал, канализация, туалет, душевой, там, раздевалка, тренерский, астыңғы жас мысалы ойнайтын жер болса. Соны армандап жүрміз. Байба, бір мәселе. Бұл жерде жаңағы Медеу ауданы спортзал саламыз деп, тендер өткізіп, бір фирма тендерді соба алып, ол жердің бәрін тазалап,
подрамлять етіп уже бәрі келісіліп қойған, тендерлік қойған, ақшасы бөлініп қойған кезде сол жерде жаңағы анау кооператив дейді, қазір қаланың ішінде дача жоқ қой, бұрынғы кооператив. Соның адамдары келіп қол жинап, акиматқа өткізіп, акимат бүкіл жаңағы уже ақшасы бөлініп қойған, уже жұмыс істеп жатқан жерін тоқтатып қойып, жоқ, ол жерге біз спортзал салмаймыз, детский площадка саламыз деді. Содан кейін біз келіп жатқанымыз әңгіме сол. Енді біз жаңағы қол жинадық, әкімшілікке келдік, медеудана бардық, адамдар жиналды, жаңағы желтоқсандар келді. Енді әкім жаңағы медеудана жоқ, біз детский площадка салмаймыз, біз спорт саламыз деді. Сонымен біз өзіміз қазір кімге сенерімізді қалай екенін білмей отырмыз. Біресе болмайды спортзал, өйткені адамдардың бәрі осылай деді. Енді келіп спортзал болады, қол жина деді. Қол жинаймыз, ол қол жинаған проблема емес. Ол кімге сенеміз, әңгіме сода болып тұр. Егер мен қоса кетейін, жаңағы кооператив болады, Манкент па, егер оларға балалар алаңы керек болса, өздерінің жерін бөлсін де, өздерін салсын егер. Дайын асқа тік қасық болып, на халяву уксусылат дейді ғой, мысалға. Қыстырылатын ол вообще жөні жоқ. И соның сөзіне ілесетін, мысалы, әкімшіліктің кейбір адамдары соған ілесіп, оны тоқтататын да жөні жоқ. Сол енді, егер оларға, ол жергілікті ғана, местничество дейді ғой, мысалға. Сол жердегі балалар алаңы болады, ал Каменский платаның бір 3-4-5-6 километр жердегілер ол жерге балаларын әкелмейді ғой. Спорт площадка, спорт несі болды, комплексі, онда бәрі келеді, мысалы, бүкіл аудан. Сол енді. Болат Манкенттікі өздерінің жерін, өздерінің учаскасын берсе, онда несі жоқ. Ал келіп, бәкең өзі өткізген, өзінің жерін ол кезінде жекеменшікке алғысы, ол көпшілігі түсінбейді, ол сатып алған жері, одан кейін ол 2008-де ескілікке неткенде ол жекеменшікке сұраған. Жекеменшікке бер, мен бұл жерге спорт несін залын салдырам деген. Уже келісілген де нелері ол салынар еді. 2008-2009 жылы банковский кредит дейді ғой. Сондай болмағанда ол уже салынып қояды деді. Сол кезде уже келісілген, банктермен келісілген не де болған. Жақсы, түсіндік, біз және... Бірақ қазір, бір жақсы кім несін өзгертпей не қылған есімі. Жекеменшікке аудармаған, бірақ назначение, мысалы, мақсатын өзгертпей. Спортзал. Целевое назначение спортзал. Сол, целевой назначение өзгертпеген. Оған да шүкір деген, мысалға, бәкең. Жақсы, оның жаңа целевой назначениесін өзгертуде ол уақыт білесіздер ғой, жаңа. Бұл сұрақты біз тікелей жаңа спорт басқармасы болып тікелей айналыса алмаймыз, соның әріптестермен араласып, жаңа сіздер айтқандай медиа жағынан өзіміздің қызметтік хатымызды жазайық, бүгінгі таңда қандай статуста тұрғаны жаңа жер бойынша. И ол жаңағы жердің дальнейший пландарын білетін, мүмкін жаңағы бюджеттік өтінім жасалғанша, немесе болмаса жаңағы спорт ғимарат дедіңіздер ғой, соның жаңағы проект жұмыстарын сызу басталған шығар. Соның бойынша анықтап біліп, сіздерге хабарын берейік, сол жер бойынша. Координаты молодого человека запишите, чтобы звонить. Қай уақытта біз сізге звондаған соң, сіз оның несін бере аласыз. Содан кейін сонда ертең сізге звондауға болады. Информация беріліп, сізден білуге болады. Біз оғырғанын уже 417 99 77. Бізді уже не обещание интересует, нас интересуют сроки, ребята. Сондай да? Адам өзі... Какой-то кепілдік. Да, хотя бы какой-то кепілдік, короче. Басқа ештеңе не интересует. Егер определенный срокта сіз, например, бір жетінің ішінде бізге қазір ответін бересіз, если нас что-то не устроит, извиняемся, мы обратно сюда придем. Но уже двое больше нам будет, короче. Сондай да? Потому что... Да, спорт басқармасы. Потому что у нас в стране по-другому ничего не решается.
мен бір ауыз айтайын, мен Байбақ Білеев бұл кісі жаттықтырушы. Әлем чемпионы кім? Екі қызды әлем чемпионына шығарған. Дайындаған. Одан кейін өзінің баласы Ақпатша Белялов, ол кикбокстардан чемпион бира. Немересі қазір гимнастикадан мастер спорта. Өзі спорт білен. Ол мынау қазіргі тұрған жер, ол өзінің жерін істеймеді, одан басқа өзінің тағы бір үйін спорт зал қылып, қазір сол кезде спорт зал қылып, сол жерде Жамбылдан, Петропавлдан адамдар жинап, өздері лично тренировать еткен. Солар әлемге шыққан. Өз үйін. Содан кейін барып, жаңағы мына жерді мен өзім спорт залға айындып, өз жерін беріп, сөйтіп енді сонда жаңағы жағдай, әртүрлі жағдайға байланысты істелінбей қалды. Енді істейміз деген кезде жаңа әкімшілік не біресе былай дейді, уже тендер ойналып қойған, ақшасы бөлініп қойған, уже істелген жерді жоқ, біз істемейміз деп отказ берді. Содан кейін мына возмущаться етіп жаңағы 20 адамдан 20 адам соған жиналды осы жерге қолдауға. Біздің әңгімеміз сол, біздің вопросымыз. Ол шешілсе деп ойлаймыз енді. Қайта. Адамдарды халыққа жинай бермейді ғой. Негізі ше, бір қателік сендерде бір жылғы 90 жылдардың жарты өсіп қазір ғой. Жақсылар былай кетті. Көпшілігі сонда. Негізі ше, қаншама мәселелер шешілмей жатыр. Соны шешуге болады ғой, адамдарды шулатпай, улатпай деген. Ал былай міне біз бір жағынан келеміз, содан кейін бізді неге онда түрмеге жабады, штраф қояды, сөйтіп. Соны өздерің сол жаққа апарасыңдар ғой. Шешіп берсеңдер, міне жауап берсеңдер, осылай жағдай сол жаққа барыңыз. Міне осындай сіздің хатыңызға жауап қазір керек дегендей, или кабинеттен акиматқа келіп алып кетіңдер. Әрине болмаса телефонмен хабарласуға болушы. Енді барлықтарына мүмкін телефон бар, онда айта алмай шығарсыңдар. Бірақ та бір жауап беру керек. Жауапсыз қай жер болсаңдар жауап. Мұхтар? Фамилия Мұхтар. Қайталап айтсаңыз қызметіңізді. Алматы спорт басқармасы жоғарғы жетістіктер спорт бөлімінің міндетін атқарушы. Жақсы, сіздер түсіндім. Сұрақты өзімді мән-жайын дұрыстап анықтап біліп алайын. Содан кейін сіздің номеріңізді жазсам. 747 829 7021. Biz sendерге ескертуге келдік, айтуға. Сендерді қаншадан? естуі керек. Мен бүгін неге радиодан шықтым. Асқармен күреске. Ол айтты, біз капитальный оружие жасадық. Асты вокзал болып, раздевалка, тренерская, туалет, душевой жасадық. Мен айттым, жарайды. Солай жасақ, бірақ сол жерге ғой, сол жерге. Біз оны жасаймыз, сол жерге жасаймыз. Жарайды дедім, сонда осы жерге сендер де ол жағдайды бөлуің керексің. Ананы болмасын деп. Ол мен мысалы мақсатым 2000 жылдан бастап сол жерді әдейі алған. Сол жерде жоқ, әлі күн. 35 жыл өтті, әлі спорт жоқ. Burada spor. 18 жыл болды, только обещаниямен отыр. Айтыр, былай жасайық деп. Алматыда жер жоқ дейді. Айнала жер бар, менің жерім бар. Целевое направление бар. Осы жерде жасайық деп сөйтіп. Көрдіңдер ма? Мен су керек маған. Үкіметке қазір ақша. Біз енді өзім қарапайым адам болғаннан кейін бизнесіміз жоқ, ештеңкеміз жоқ. Не жасай аламыз? Содан кейін мына жерді алыңдар, мына жерді жасаңдар деп айтып жатырмын ғой. Мен өзіме үй салыңдар деп айтып жатқан жоқ. Мен балалар үшін, келешек үшін жасаңдар деп айтып жатырмын ғой Асиматқа. Одан Байбақ осы жерде отырып, мына менде де подписчиктерімді қарап отыр. Қағысына бір жетінің ішінде егер шешілмесе, бүгін өзі қанша понедельник жетісі, иә? Басталып кетеді ғой, шешілмесе, онда тур осы жерде қайтадан тур осылай кездесейік. Уже трактормен келіп, бәрін тазалап, қазыққан уже істеліп қойған. Бастаған дұрыс тоқтатып қойып отыр ғой. Выяснять етіп, информациясын ертең беруге тырысыңыз. Егер бір жеті ішінде бізге несі нақты решениесі келмесе, онда кешіріңіздер, біз атоммен только сөйлесеміз. Онда уже толкақ не получится железно.
Соберемся двое больше. Обещаю. Такое уже невозможно. Это 18 лет, 18 жыл болды бұл мәселені көтеріп жүрген ғой бұл кісі. Бұл кісі өзі жаңағы көпшілікке көмектесем деп өз жерін беріп отыр, өзіңіз тыңдап отырсыздар. Исимов кезінде болғанда оның бәріне рұқсат берілген зат, 18 жыл бұрын берілген зат. И соның өзі нақты қазығын сұрап дұрыстап қарасылып, бұл бір жердің ішінде біз сіздерге ультиматум қоюға ештемеге отырған жоқпыз, бірақ бір жеті ішінде егер ответ болмаса, уже будем давать по-другому разговаривать. Только с Акимом тогда будем разговаривать. Раз сіздің өзіңіздің құдіретіңіз жеткен болса бір жерге, онда құдіретіңіз күшейтуге біз онда тағдыр беріп тастамыз. Соған біз өзіміз мына отырып, көпшілікпен жазып отырып. Мұхтар дұрыс балам. Мұхтар прям где-то репетиция қойған жоқсың, что который сидится 18 лет. 18 лет это же ужас. Не, уже там свидетель был, там банковский кризис, она много, да. А там, конечно, давно пошел. Солай болсын онда. Одан кейін бір қызығы бұрын Каменский платаның орыстар белсенділік таныспаушы еді ғой. Қазір олар да белсенділік танытып жүр. Олар осы. Олардың да балалары бар, олардың не қазір көп жазып жатыр, ана чапымызға неге Спортзал деп. Ну, сами просто положение возьмите. По-другому, 18 лет, 18 жыл, аз емес қой. Уже жаңағы туған бала уже ер жетті да, ол уақытта уже. Сондай болып отырса, бұл мәселе просто басым қағылғанына 18 жыл өтіп кетті. Это как издевательство, да, натурально? Жақсы. 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 Жақсы.